Сәлем оқушылар, бізде 90-шы сабақ өткенді бекіту. Сабағымызды бастамас бұрын каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Ал сабағымызды бастайық. Қазақстан халықтарының ұлттық киімі. Сен Қазақстанда 100-ден аса ұлт өкілдері тұратын білесің. Б. Жауаптары бірде карточкаларды тап, сонда сен қай ұлттың киімі екенін білетін боласың дейді. Ал жақсы. Қазір. Қазақтар 30-дан 12-ні азайтсақ, бізде 8 болады. Қай жерде, 8-ді 2-ге көбейтсек 16 болады. Бірінші мәндерін тауып алайық. 100-ден 91-ді азайтсақ 9 болады. 100-ден 40-ды азайтсақ 60 болады. 8-ге 15-ді қоссақ 23. 6-ны 2-ге бөлсек 3 болады. Келесі 9, 2, 18. 18-ді 2-ге бөлсек 9. 45-ге 15-ді қоссақ 60. 60, иә. 50-де 34 азайтсақ 16. 50-де 27 азайтсақ 23. 15-ді 5-ге бөлсек 3. Ал енді қайсысы жауаптар бір-бірімен сәйкес келеді екен? 8 бар ма бізде? 8 жоқты. Мына 18 болу керек екен бәсе. Қазақтар 18. Міне мына біріншісі қазақтар. Екіншісі орыстардікі 16. Міне орыстардың киімі мынау. Үшіншісі грузиндер. 9 шыққан грузиндердікі осы киім. Үшіншісі. Төртіншісі украиндер. 60 шыққан. Міне украиндердің киімі. Бесіншісі ұйғырлар 23. Міне бесіншісі. Алтыншысы өзбектер. Міне алтыншысы. Келесі тапсырма. Келесі суретте қай ұлттың киімдері мен музыкалық аспаптары бейнеленген? Суреттің астындағы математикалық жазуларды қандай топқа бөлуге болады дейді. 14 10-нан үлкен дұрыс, иә, бұл домбыра қазақтардікі. 12-ден 2-ні азайтсақ 6 дұрыс. Бұл қазақтардікі. Келесі 12-ден 6-ны азайтсақ 6 болады, 10-ға 1-ді қоссақ 11 дұрыс. 5-ке 4-ті қоссақ 9. X 4-тен үлкен дейді. Бірінші мына теңдеуді шығарайық. X қосу 10 тең 15. Осыдан X-іміз тең 15 азайту 10. X-іміз тең 5-ке. Келесі 16 азайту 9. 16 азайту B тең 8. B тең 16 азайту 8. Сонда B-міз тең болады 8-ге. Келесі. Қай сандықтарды таңдайсың, оған салатын заттарды жина. Теңсіздіктерді құрастыр дейді. Ал бірінші сандыққа 85-тен үлкен сандар жатады. Яғни мына бірінші сандыққа жатады. Міне. 85-тен үлкен сан 86 бірінші сандыққа жатады. Одан кейін бізде 99 бірінші сандыққа жатады. 100 бірінші сандыққа жатады. Болды, иә, басқа жоқ. Келесі екінші сандығымыз 97-тен кіші сандар. Яғни мынау қалпақ жатады. Екіншісі мына бала жатады. Мына аспап жатады. 8 жатады. 12 жатады. 16 жатады 2-ге. 18 жатады. 13 жатады. Асық. Мына түйе ойыншығымыз жатады 2-ге. Мына қоржынымыз 2-ге жатады екен. Келесі. 4-ші тапсырма өрнектерді оқы дейді. 40 азайту 14 қосылған 58. Д азайту 25. Б қосу 70 азайту 15. 100 азайту 14 азайту 11. 100 азайту 20 азайту 5. А азайту 17 қосу 32. Біріншісінің мәнін табайық. Біріншісі 40 азайту 14 қосу 58. 40-та 14 азайтса 26. 26-ға 58-ді қосатын болсақ 84. Келесі. Д-ның орнына мына жердегі 49 апарып қоямыз. Сонда екіншісі 49-дан азайтамыз 25-ті. 24 болады. Үшіншісі. Мына жердегі Б-ның орнына 13-ті апарып қоямыз. Сонда 13 қосу 70 азайту 15.
Сонда 13 қосу дейміз да, 70-те 15 азайтсақ, 55. Бұл тең болады 68. Бұның жауабы 68 екен. Келесі, төртіншісі. 100 азайту 14, азайту 11. 100-ден 14 азайтсақ, 86. Дұрыс қой. 86-та 11-ді азайтсақ, 75. Келесі, бесіншісі. 100-ден азайтамыз, шақшаның ішінде 20 азайту 5. Сонда 20-дан 5 азайтсақ 15, 100-ден 15 азайтсақ 85. Келесі, алтыншысы. Мында жазайын. А азайту 17, аның орнына 31-ді апарып қоямыз. Сонда 31 азайту 17 қосу 32. Тең. 31-ден 17-ні азайтсақ 14, 14-ке 32-ні қоссақ 46. Бізде жауабы 46. Келесі, Қазақстан халықтарының фестиваліне 76 қатысушы келді. Барлығы бізде 76, я? Барлығы 76. Әншілер, ән 24. Бишілер, би 28. Келесі, қалғандар халық ән орындаушылар. Неше халық ән орындаушылар келді? Халық белгісіз. Ол үшін біз 76-дан азайтамыз. Қазір. Азайтамыз 24 қосу 18-ді. Сонда 76 азайту 24-те 18-ді қоссақ 30-42. Азайтсақ 34 болады. Бізде жауабы 34. Келесі. Сахнаға 11 әнші мен сонша биші өнер көрсетті. Демек, ән 11, би 11. Тағы да 23 қатысушы өздерінің кезегін күтіп тұр. Концертке барлығы неше қатысушы келді? Күтіп тұрған. Неше дейді? 23. Барлығы сұрақ белгісі. Шешуі. 11-ге 11-ді қосамыз. Оған 23-ті қосамыз. Сонда 22-ге 23-ті қосамыз. 45. Бізде жауабы 45. Осымен сабағымыз аяқталды.